Премьер-министр Олжас Бектеновке, бас прокурор Берік Асыловқа. Қазір ақпараттық ғасыр. Әлемдік үрдіске қарағанда осындай кезеңде түрлі ақпараттық тартыстардың да етек алатынын көріп отырмыз. Бұл ретте ақпараттың ақиқаты мен жалғанын айыра білу қажет. Соңғы күндері елімізде су тасқыны салдарынан туған табиғи апатты пайдаланып, дабылға қиқу қосып кеткендер де бар. Орын алған апатты жағдайдың ушығып кетуіне себеп болған жергілікті биліктің қамсыздығы мен дәрменсіздігіне қатысты сын айтылуы керек. Бірақ сын шын болуы тиіс, және ол сын билік пен қоғамдағы қателіктерді түзеуге сеп болғаны жөн. Қоғамға алаң салып, елде іріткі тудырмауы тиіс. Дегенмен көзі қарықты адамға бұл ақпараттық өрттің бір пұшпағын ескі Қазақстанның өкілдері үрлеп жүргені байқалады. Олардың мақсаты айқын: елдегі ереуілді жағдайды еселеп, өшпенділікті өршіту және сол арқылы қоғамда тұрақсыздық тудыру. Нәтижесінде мемлекеттік органдар орашолақ, билік берекесіз, халық қараусыз қалды деген қоғамдық пікір тудыру арқылы елде толқу тудырып, қазіргі мемлекет басшысының саясатына селкеу түсіріп, қоғамды жік-жікке бөлуді көздейді. Екінші жағынан олар 30 жылғы әрекетсіздіктері мен жемқорлығы салдарынан әбден қордаланып, бүгінде орын алып отырған табиғи апаттан өздерін арашалап алғысы келеді. Бұл апат бір күннің немесе бір жылдың кінәраты емес. Бұл көктемгі су тасқынына бөлінген қаражатты 30 жыл бойы талан-таражға түсуінің, су қоймаларына алған бөгеттер мен арналардың салынбауының салдары, тиісті гидрогеологиялық ғылымды құртып, су шаруашылығы саласын таратып жіберудің зардабы. Қазіргі қолданыстағы су қоймалары мен бөгеттер өткен ғасырдың 50-70 жылдары салынған. Мәселен, Тарбағатай мен Зайсандағы мен өз көзіммен көріп қайтқан Қанды су және Үйдене су қоймалары 1960 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген. Мұндай керенау фактілер басқа аймақтарда орын алғанын, тасқын басқан өңірлерге барып қайтқан депутаттар айтып келіп жатыр. Елде соңғы 30 жылда бірде-бір жаңа су қоймасы салынбаған. Міне қазір соның зардабын тартып жатырмыз. Жемқорлықты бұйдасы жіберіп, халықтың қазынасы есебіне шылқып байыған ескі жүйенің тасада отырған жұмыс өкілдері бұған бүгінгі жаңа бүгінді кінәлі қылмақ ойлары бар. Енді міне елдегі апатты жағдайды пайдаланып, ескі Қазақстан тасадан тасатып, ақпараттық майданның отына май құя бастады. Шал кет деген ескі ұранды жаңғыртып, шал кел, біз асығыстық жасаппыз деген онлайн ұранды жалаулатып, ескіні аңсаудың амалы мен ағайын арасын арандатқысы келеді. Кімнің кім екенін, ескі мен жаңаның айырмасын халық жақсы білуі тиіс. Ескінің есесін іздегендер TikTok, Facebook және WhatsApp арқылы таратып жатқан Тоқаевтың кезінде халық кедейленіп кетті деген технологиялық пропаганда пайда болды. Сезікті бұрын секіреді дегендей, ескі Қазақстанның кейбір өкілдері мұндай ақпаратқа біздің қатысымыз жоқ деп ат-тонын ала қашып ақталып бағуда. Егер ақ пен қараны шындық пен жалғандыққа айыру қажет болса, қоғамның құлағына алтын сырға ретінде біраз салыстырмалы мысал келтірейін. Тапсырыспен жасалған саяси өлімдер қай биліктің кезінде жасалып еді? Алтынбек Сәрсенбаев пен Заманбек Нұрқаділовтың атылуына дейін Дат газетінің журналистері Асхат Шәріпжанов пен Құрманбек Қыбыраевты кім атып кетті? Қай Қазақстан атып кетті? Танымал оппозициялық журналистер Нұри Мұфтақ пен Батырхан Дәрімбет жолдың шетінде жаяу тұрып автомобиль апатына қалай тап болды? Закон и правосудие газетінің журналисті Оралғайша Омаршанова қалай із-түссіз жоғалып кетті? 2007 жылдан бері оның өлігі неге табылмай жатыр? Қоғамдық саяси газеттер 21 век, Эпоха, Сөз, Трибуна, Республика және басқалары, тәуелсіз радиолар, РИК, Максимум радиосы, Макс тәуелсіз телевизиясы кімнің билігі кезінде жабылды? Таң телекомпаниясының толқын тарату аспабы кімнің кезінде атқыланды? Соңғы 25 жылдың ішінде Дат газетін 11 рет жаптырды. Тәуелсіз интернет сайттар, навигатор мен Нави.кз қай Қазақстанның кезінде қудалауға тап болып, ақыры жабылып тынды. Тәуелсіз бақтардың редакцияларына кімнің билігі кезінде қарақшыл шабуылдар жасалып, дүние мүлкі өртенді. Орысшалап айтсақ, все познается сравнение дейді ғой. Жаңа Қазақстанның кезінде осының бірде-бірі болды ма? Біз бүгінгі қол жеткен азды көпті қоғамдық саяси құндылықтарды неге қадірлей алмай жүрміз? Соңғы кездері халыққа айтары мен ел ішіндегі абырой атағы бар қоғам белсенділері
Микрофон қосыңыз депутаттан. Аяқтаңыз енді. Ескі Қазақстан өз жағына тарта бастағаны байқалады. Жаңа Қазақстанға қарсы айдап салу үшін оларға қаржылық көмек көрсетіле бастады. Жекелеген қоғамдық пікір лидерлерін сатып алу үрдісі басталды. Ал халықтың саяси тұрғыда сауатсыз өкілдері сол жалдамалылар көтерген дабыраға қиқу қосуда. Дегенмен қалай десек те реваншистік күштердің дегені болмайды. Өйткені қазақ әрдайым бірлік пен берекеге тәнті халық. Қиын қыстау сәтте бар қазақ бір қазақ болып бір тудың астынан табылған. Мұндай бірлікті қапшықпен құмарқалап, өз қолымен бөгет тұрғызған халық тасқында тағы да көрсетіп отыр. Сондықтан ел үкіметіне, бас прокуратураға, ақпараттық кеңістігімізге тұрақты мониторинг жасап, елдің бірлігіне сынақ ағатын ескі Қазақстанның арандаушылық ақпарат таратуына қарсы шараларды қолға алуды сұраймын. Рахмет.